Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен ақшаны дивиденд арқылы шешіп алу неге тиімді және де дивиденд арқылы шешіп алу керексіз, осы тақырыпқа тоқталатын боламыз. Енді кейбір адамдарға бұл тақырып өте ауқымды болғандықтан түсініксіздеу болуы мүмкін. Сондықтан қарапайым мысалмен бастайық. Мысалы, сіз өзіңіз жалғыз құрылтайшы болып тоқ аштыңыз. Не болмаса, мысалы мен Асқар, Айдын деген екі жігітпен бірігіп үшеуміз тоқ аштық, яғни компания ашып жатырмыз. Бұл жерде жаңағы ашу барысында біз өзіміздің дөлияларымызды белгілейміз. Яғни ортақ 10 миллион теңге салатын болсақ, мен соның 5 миллионын салсам, менің дөлиям 50%, Асқар 33 миллион теңге салатын болса, оның дөлиясы 30%, Айдын 2 миллион теңге салатын болса, оның дөлиясы 20% болады. Осылай біз бизнесті бастаймыз. Жалпы жоғарыда айтылғандай, тоның өзінің бейні болады. Бұл жеке заңды тұлға. Тоның ақшасы тоныкі. Яғни сіздер құрылтайшы болып ақша салғанмен, тоның ақшасы тоныкі. Яғни өзіңіздің салған ақшаңызды шығарып алған кезде оны міндетті түрде заңды дұрыс жолмен шығарып алу керексіз. Жалпы енді мына жердегі орысша біраз ақпараттар тұр. Осыған қарайтын болсақ жаңаға. Жалпы бұда да көрсетілген екі түрлі жолмен тодан ақша шешіп алуға болады. Біріншісі құрылтайшылар арқылы дегеніміз, яғни дивиденд арқылы. Екінші шешіп алуға болады директор арқылы, яғни зарплата ретінде шешіп алуға болады. Екі жағдайда да шешіп алғанда да өзінің төленетін заттары болғандықтан, жаңағы оны қарап көру керек. Қайсысы тиімді деген сияқты. Мысалы, егер сіз тонның ішіндегі ақшаны жаңағы зарплата ретінде шығарып алатын болсаңыз, мысалы есептеп көрейік. Алатын болсаңыз, мысалы 85 мың теңгемен, жаңағы біз 85 мың теңгемен, ең төменгі жалақы 85 мың теңгемен біз есептеп, мысалы, жалақы ретінде шығаратын болсақ, жаңағы пенсионкаға 8500 теңге, тағы да басқа жаңағы медстраховкаға, соцотчисленияға ғана 85 мың теңгенің төңірегіндегі әлеуметтік төлемдерді төлейміз. Егер сіз зарплата ретінде жаңағы 420 мың теңге айлық көлемінде шешіп алатын болсаңыз, мына жерде жаңағы 42 мың теңге пенсионкаға, соцотчислениеге жаңағы 18 мың 900 теңге деген сияқты төлейтін әлеуметтік төлемдері көбейеді. Енді сіз шоттық ақшаны, мысалы, жаңағы зарплата ретінде шеше беретін болсаңыз, мына жерде ол егер 2 миллион теңге болып кететін болса, сіз пенсионкаға жаңағы 200 мың теңге, налогқа 172 мың теңге деген сияқты бұның төленетін төлемдері өте көп болып кетеді. Бұлай көп болып кетеді. Үлкен суммада жаңағы зарплата ретінде шығарып алу өте тиімсіз. Сіз осылай жаңағы зарплата ретінде сіз өзіңізге қалай болса солай шығарып ала бердіңіз.
бірақ минималды түрде жаңағы 85 мың теңгенің төңірегінде сіз төлеп жүретін болсаңыз, кейін тексеретін болса, неге зарплата ретінде шығарып алып, неге минималды түрде әлеуметтік төлемдер төледің, енді жаңағы шыққан суманың барлығына, яғни сол сумағанның төңірегінде жаңағы әлеуметтік төлемдердің барлығын төлейсін деп жаңағы төлететін болса, өте көп шығынға кіріп кетесіз. Сондықтан жаңағы тодан ақша шешіп алған кезде дивиденд арқылы шешіп алатыны сондықтан. Енді жалпы ортамызда жаңағы то жүргізіп жүрген осы уақытқа дейін дивиденд деген затты естімеген адамдар да өте көп. Қазір естіп таң қалып жатуы да мүмкін. Оны жаңағы біз тоны ашып жатқан кезде оны бізге ешкім айтпады ғой, бұл қайдан шыққан зат жаңадан деген сияқты. Мысалы, біз Егоп порталында то ашып жатқан кезде жаңағы өздеріңіз білесіздер, жаңағы учредитель, директор деген сияқты заттардың барлығын таңдаймыз. Сол кезде жаңағы төмен түскен кезде мына жерде действует по типовой ұстабу деген жер бар. Бұл жерде жаңағы бұл негізі нет деген галочка бұл негізі дивидендке байланысты қойылады. Жалпы көптеген видеоларға қарап отыратын болса, жаңағы келеді, жаңағы да дегенді басады, ары қарай жалғастырып тоны ашып жатады. Бұл жағдайда сіз то ашылғаннан кейін тоның ішінде оборотта жүрген ақшаны сіз жылына бір рет қана шығарып ала аласыз. Бұл автомат түрде кетіп қалады. Егер сіз нет деп таңдайтын болсаңыз, одан кейін таңдайтын болсаңыз, өзіңіз ұстап шығарасыз, яғни нотариусқа барып, сол жерде толыққанды көрсетіп, жазып, қанша уақытта дивиденд шығарып алып отырасыз, осы жерде белгілейсіз. Яғни бұл жерде жаңағы 6 айда бір рет дивиденд шешіп алып отырасыз ба, 3 айда бір дивиденд шешіп алып отырасыз ба, осы жерде белгілейсіз. Және де жаңағы осы ұстап бойынша дивидендті шешіп алып отырасыз. Енді дивидендті жаңағы сіз сонымен қатар 6 айда өзіңіз салық отчетін есептілігін тапсырған кезде де және де сіз белгілейсіз. Мына жерде көрсететін болса, жаңағы графада жаңағы 6 айдың жаңағы 6 айдағы жаңағы зарплата ретінде шыққан, дивиденд ретінде шыққан ақшаның барлығын осы жерге көрсетеміз. Мысалы, 6 айдікі. Мына жерде қарайтын болсақ, біз бірінші ай, екінші айда 85 мың теңгеден жаңағы жалақы ретінде біз директорге зарплата төледік. 6 айында жаңағы директорге 85 мың теңге зарплата төледік. Бірақ жаңағы мына жерге 3-ші, 4-ші, 5-ші айға келетін болсақ, жаңағы бұл жерде 3.130.177 теңгеден 3 айға төленген. Неге? Бұл жерде жаңағы зарплатаға дивидендті қосқан кезде бізде осылай шығып тұр. Яғни жаңағы біздің компанияда жаңағы 10 миллион теңге оборот болды. Содан жаңағы салықты төлеп тастадық. Қалған суманы зарплата және де дивиденд ретінде біз осылай шығарып аламыз. Бұл жаңағы салық есептілігінде осылай көрсетеді. Қазір көптеген адамдардың қателігі
жаңағы 85 мың теңгемен осылай зарплатаны көрсетеді, әлеуметтік төлемдерін төлейді. Содан кейін жаңағы басқа оборотта жүрген қалған суманы жаңағы ешқандай салық есептілігінде көрсетпей жаңағы өздері шешіп алады. Яғни бұндай жағдайда сіз тоға қарыз болып қаласыз деген сөз. Яғни заңды түрде сіз ақша шешіп жатқасыз жоқ. Енді жаңа жоғарыда айттық, зарплата ретінде жаңағы тодан ақша шешіп алу өте тиімсіз, өйткені көп тиімсіз. Қаншалықты үлкен суммада зарплата қылып аударасыз, соншалықты жаңағы пенсионка, социальный налог, подоходный налог деген сияқты затты төлейсіз. Мына жерде мысалы 2 миллион теңгеге алып көретін болса, жаңағы 2 миллион теңгеден 400 мың теңгедей жаңағы әлеуметтік төлемдерге кетіп қалады. Дивиденд арқылы шығарып алудың негізгі жаңағы пайдалылығы не үшін дивиденд арқылы шығарып алады? Өйткені сіз белгілі бір компанияға ақша салып жатқандықтан, жаңағы ақшаңызды саласыз, сол инвестор ретінде ақша салғаннан кейін жаңағы белгілі бір уақыттан кейін ол жұмыс жасайды. Сіз өзіңіздің пайдаңызды дивиденд ретінде аласыз. Дивиденд ретінде алған кезде ешқандай салық төлемейсіз. Қанша салық төлемейсіз? Мысалы, заң бойынша 3000 МРП, оны көбейтсек жаңағы біздегі 3962 яғни мына жерде сіз қандай да бір компанияға салған ақшаңыздың пайдасын шығарып алып жатқан кезде сіз 118 миллионға дейін, 118 миллион 860 мың теңгеге дейін ешқандай налог төлемей дивидендті сіз өзіңізге аударып ала аласыз. Яғни ешқандай налог төлемейсіз дивидендтен түсіп жатқан ақшаға. Сондықтан жаңағы бұл тиімді. Сондықтан жаңағы тодан ақшаны дивиденд арқылы шешіп алады. Сондықтан осы жерден түсініп алғандарыңыз дұрыс. Нақты енді қорытынды түсіндіруге келетін болсақ, тоның ақшасы тоныкі, оны тек қана дивиденд арқылы осылай шешіп аламыз. ИП-ның шотына түсіп жатқан ақша сияқты қалай болса солай жұмсауға болмайды. Яғни бұның соңында беталды алып жұмсай беретін болсаңыз, сіз тоға қарыз болып боласыз. Мысалы, адамдар не үшін ИП-ға инвестор болып кеп ақша салмайды? Себебі ИП жеке адамның иініне тіркелгендіктен, ол жеке адамның ақшасы болып табылады. Яғни сіз бұл жерде мен бірге бизнес жасап, осы ИП-ға ақша салғам, осының осындай пайызы менің долям деген сияқты затты айта алмайсыз. Сондықтан үлкен инвесторлар тоға жаңағы инвестор ретінде ақша салады, жаңағындай долясын белгілейді. Солай соңында өзінің пайдасын, өзінің салған
пайызымен бірдей қылып бұл жерде жаңағы дивиденд табысын ала алады. Сонымен қатар жаңағы тода директор таңдағаннан кейін ол жұмысшы ретінде жұмыс жасайды. Ол директор де тоның ішіндегі ақшаны өз керегіне жаратып, қалай болса солай ала алмайды. Сондықтан жаңағы атыңызда то болатын болса, бүгіннен бастап барлық документтеріңізді дұрыстап, заң бойынша дұрыс жұмыс жасаңыз. Егер қандай да сіз то ашу жайлы ойланып, ақпараттар іздеп жүрген болатын болсаңыз, мен айтқан жоғарыдағы видеолардағы ақпараттардың барлығын жазып, зерделеп, содан кейін білетін адамдардан консультация алып, дұрыстап тоны ашқаныңыз дұрыс.